Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында пицца дайындайтын боламыз. Балалардың ең сүйікті тағамы пицца, оңай әрі дәмді түрі. Ол үшін бізге жылы сүт керек болады. Мінекей осы көлемде менен 2 пицца шығатын болады. Тұз қосамыз, қант қосамыз. Енді жақсылап ерітіп аламыз осыны, қант пен тұзды. Жақсылап ерітіп алған соң дрож қосамыз. Мен көптеу қостым, өйткені тез ашсын деп, мінекей дрожда енді жақсылап ерітіп алатын боламыз. Достар, әрқашан ұнды електен өткізу керек. Мен електен өткізіп дайындап қойдым. Мінекей енді ұнымызды қосып, жақсылап араластырып илейтін боламыз. Жақсылап біріктіреміз. Өте жұмсақ қамыр дайындап, 20 минутқа қойып қоямыз бетін жауып. Енді колбасаларымызды турап, оған дейін дайындап аламыз. Колбасаны 4 бұрыштап турасаңыз да, немесе үлкен етіп турасаңыз да болады. Помидор қосамыз, сыр қосамыз. Барлығын дайындап қойдым. Енді қамырым ашып қалған болар. Міне қамырым көтеріліпті. Өте жұмсақ болып. Осылай формаға саламыз. Майонез, кетчупымызды қосып, жақсылап бетіне жағып шығамыз. Мінекей бетін осылай әсемдедім. Міне пиццамыз дайын. Өте жұмсақ шықты. Мінекей достар, пиццамыз дайын. Өте жұмсақ әрі тез пісті. Мен әсел пеште 180 градусқа қойдым. Примерно 15-20 минутта пісті. Видео ұнаса каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.